Саламатсыздар ма балалар? Балалар, мен бүгін оқу қызметін бейне жазба арқылы өткізгелі отырмын. Бүгінгі біздің оқу қызметіміз жаратылыстану. Балалар, бүгінгі біздің тақырыбымыз табиғаттағы маусымдық өзгерістер. Балалар, бір жылда неше мезгіл бар? Әрине, бір жылда 4 мезгіл бар екен. Ал олар қалай аталады? Кәне ойланып көрейікші балалар. Ал мен сіздерге ол үшін бір жұмбақ жасырайын. Мұқият тыңдап отырыңыздар. Бұлтты айдап желдеткен, нөсерлетіп селдеткен, жаңбырлатып ойнайтын қай мезгілде ойлайсың? Бұл жұмыздың қай мезгілі екен балалар? Әрине, көктем мезгілі. Ал енді келесі жұмбағым жасырайын. Қойның толы жеміске, көк майсалы егіске, көбелек қуып ойнайтын қай мезгілде ойлайсың? Әрине, бұл жаз мезгілі екен. Келесі жұмбағым жасырайын. Шанамен зырғып желдетіп, шаңғы коньки тебетін, аққала жасап ойнайтын қай мезгілде ойлайсың? Әрине, бұл қыс мезгілі екен. Дұрыс айтасыздар. Ал балалар, келесі жұмбағым. Жиын терім болатын, қамбаға астық толатын, қызыл қырман ойнайтын қай мезгілде ойлайсың? Әрине, бұл күз мезгілі екен. Дұрыс айтасыздар балалар. Балалар, жыл мезгілінде 4 мезгіл бар екен. Олар қыс, көктем, жаз, күз мезгілдері. Бұл мезгілдердің балалар, табиғаттағы бұл жыл мезгілдерінің өзіндік ерекшеліктері бар екен, өзіндік құбылыстары бар екен. Ал енді балалар, қазір жылдың қай мезгілі? Әрине, жаз мезгілі. Дұрыс айтасыздар балалар. Ал балалар, мен сіздерге тағы бір жұмбақ жасырайын. Қойның толы жеміске, көк майсалы егіске, көбелек қуып ойнайтын қай мезгілде ойлайсың? Әрине, бұл жаз мезгілі екен. Балалар, қазір жылдың қай мезгілі? Қазір жылдың жаз мезгілі екен. Балалар, осы жаз мезгілінде неше ай бар? Қане ойланыңдаршы. Әрине, жаз мезгілінде 3 ай бар. Олар маусым, шілде, тамыз айлары екен. Ал қазір осы жаз мезгілінің қай айы екен? Әрине, жаз мезгілінің маусым айы екен балалар. Енді балалар, мен сіздерге осы жыл мезгілдерінің нақты түсіндіру үшін мына бейне көріністерді тамашалауға шақырамын. Бәріміз экранға назар аударайық. Балалар, жылдың 4 мезгілі бар екен. Олар қыс, көктем, жаз, күз айлары. Қазір жылдың жаз мезгілі. Жаз мезгілінде күн өте ыстық болады. Жаз мезгілінде күн өте ыстық болады. Жаз айлары маусым, шілде, тамыз. Жазда күн ұзақ, түн қысқа болады. Жазда балалар демалады. Олар өзен көлдерде суға шомылады. Олар орманға барып, жемістер, саңырауқұлақтар тереді екен. Жаз мезгілінде балалар ұзақ ойнайды. Олар құммен суға шомылады, күнге қыздырынады екен. Мінекей, балалар ұзақ ойнауда, суға шомылып, күнге қыздырынып жүр. Балық аулайды екен балалар. Күншуақта ұзақ ойнайды, құммен ойнайды. Құммен әртүрлі бейнелер жасап ойнайды екен. Қай мезгіл тамаша өлең оқпен? Көктемгі кез көрікті, жазғы мезгіл тамаша. Күзде бәрі әдемі, қыста бәрі тамаша. Балалар, енді мен сіздерге осы жылдың 4 мезгілінің өзіне тән ерекшеліктеріне тоқталып өтейін. Қыста күн аяз болады, күн өте суық болады, қар жауады, ысқырық боран соғады, мұз қатады, айналаны қар басады, дала аппақ түске енеді, күн қысқарып, түн жарады екен. Ал көктемде күн жылына бастайды, қар ериді, құстар келеді, ағаштар бүршік жарып, жапырақтар шыға бастайды. Өзен көлдердің мұзы ери бастайды, күн зарып, жылы жел соғады. Ал жазда аспан ашық болады, күн зарып, түн қысқарады, күн өте ыстық болады. Үстімізге жеңіл киім киеміз, жер бетін әдемі гүлдер басады, ағаштар жайқалып өседі, айнала жасыл түске енеді, құстар сайрайды, жәндіктер оянады, жемістер піседі, балалар суға жүзіп, күнге қыздырынады. Ал күз мезгілінде
күн суыта бастайды, аспанды сұр бұлт басады, жаңбыр жиі жауады, ызғырық салқын жиі соғады, құстар жыл жаққа ұшып кетеді, ағаштардың жапырақтары сарғайып жерге түседі, айнала сары түске енеді, егін піседі, жиналады, күн қысқара бастайды, қараңғылық ерте түсе бастайды. Міне балалар, бұлар жылдың 4 мезгілі екен. Жылдың 4 мезгілінің өзіне тән осындай ерекшеліктері бар екен. Ал қазір балалар жылдың жаз мезгілі екен.